Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, пышный, жұп-жұмсақ болып шығатын сырниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет дәмді, хит рецептерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен творогымыздың үстіне сары уызымызды саламыз, қант саламыз, манный крупа және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз біріккенше. Жақсылап араластырып болған соң, бетін 1 сағатқа жауып қоямыз. Міне енді дайын болған массамызды ұнның көмегімен формаға келтіретін боламыз. Ең алдымен сопақ көлемінде формаға келтіреміз. Жақсылап ұнған батырып алып, шетінен пышақтың көмегімен 6-7 бөлікке кесіп алатын боламыз. Енді дайын болған сырниктерімізді формаға келтіреміз. Теп-тегіс, түп-түзу болып шығу үшін лопатканың көмегімен жай ғана басып, стаканмен айналдыра отырып формаға келтіреміз. Дайын болған сырниктерімізді екі бет жағынан 1-2 минут қуырып алатын боламыз, баяу отта. Дайын болған сырниктерімізді пергамент бумаға төсеп, алдын ала қызып тұрған 180 градуста 5 минутқа духовкаға пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарий қалдыруды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецептерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд.